бүгінгі күнде миллиондардың қаласы атанған шырайлы Шымқалада өмір сүрудемін. Дегенмен де алыс жақын жерден бар, бұрын соңды мені көрмеген бар, көрген бар. Таныстырып кетер болсам өзімді, ол ағайын тыңда менің сөзімді. Аралап жасыл жайлау далабағын, сері боп талай елді араладым. Айрандай ұйып тыңдасаңыз сөздерімді, әселе секілдімін. Бал араның Алладан медет тілеп сөз бастасам, жүрегіңді елжіретер салған әнім. Айшылық алыс жерлерден осында аттай қалап алдырған ағаларым. Танымасаң танысайық ағайындар, өнерімен ел алдында оза шапқан батырлардың жиені, қара батырдың күйеуі, сіргелі байжігіттің ұлы Саят атты асабамын деп өзімді таныстырып қояйын. Рахмет. Енді сіздер дайын болсаңыздар, біз дайынбыз. Әдептен озбайық, уақытты созбайық, көптен күткен беташар тойымызды бастайық. Дархан елін тойлата, той жасауда жайната. Ол кім десең ағайын, оның аты қайната. Қайнатаңды құрметтеп, сыйлай білген келіншек, қуанып жүр қарашы, мысық келін келді деп, қайнатаң мен қайнереңе қос сәлем. Мынау енді әрбір атананың арманы, ұлын ұяға қондыру, қызын қияға қондыру. Бүгін міне Серікқали ұлдарыңыз келін әкеліп елді қуантты. Енді ұл болсын жеңге, келін алса қол ұзарат дейді, анау дейді, мынау дейді, әңгіме көп. Ене болғаныңыз құтты болсын. Мынау енді апаларымдан сұрап көрейш, осында генерал апалар отыр ғой, талай келін алған. Келін алып ене болғандар бар ма араларыңызда? Қолдарыңызды көтеріңіздерші, енелер. Қайда енелер? Келіндеріңізден қорғастар ма? Нормаль көтерсеңіздерші бай, келін бар адамсың. Сұрақ, ұл бол жүже тыңдаңыз. Келін алып қол ұзарды ма? Ұзарды ма қол? Я, бәз бәрі. Тілше, тіл не болып атыр? Ойба. Бұл енді қол ұзару, тіл қысқару деген сөздің мағынасы мен айта кетейін. Көп жерде айтылады. Қолым ұзарды, тілім қысқарды, анау мынау деп. Мынау енді қол ұзару деген үстелдің арғы бетіндегі шайды өзі құйып ішіп отыру емес. Қол ұзару деген Құдай қаласа, ол болсын жеңше, келін жұмсайсыз. Тірліктің бәрін келінге тапсырасыз. Сіз вообще жұмыс істемейсіз бұдан кейін. Только қалаулын көріп отырасыз. Тіл қысқару деген бар, тіл қысқару. Мынау енді өмір болғаннан кейін болады ғой, анда-санда бақтағам кешігіп келсе, ащы сөзбен түйреп алып, қаяқта жүрсің деп күтіп алатыныңыз бар еді ғой. Енді оның бәрін тастайсыз. Тіліңіз қысқарады, сондай сыпайы боласыз. Айналайын, бақа, келе ғой. Әппағым деп еркелетіп қоясыз арасында, бақтағамда. Сондай сыпайы болып қаласыз. Себебі ана келінді тәрбиелеу керек қой. Тіліңіз қысқарады. Бұдан кейін тек сыпайы боласыз. Бір айға дейін сөйтіп жүресіз, бақтағамын өзі түсінбей қалады. Мынау точно біздің қатын бөліз не болған деп. Тілдің қысқаруы деген сол. Тілдің қысқаруының тағы бір мағынасы бар. Ол болсын жеңше, сіз айтайын деп тұрған нәрсені келініңіз қас қабағыңыздан түсініп, бәрін дайындап қойса, тілдің қысқарған сол емес пе? Дұрыс па? Құдай қаласа, мама шайыңыз дайын, мама міне төсегіңіз дайын, мама киіміңіз дайын, мама сериалыңыз басталды, мама деп келінді біразға дейін мамалатасыз. Құтты болсын. Негізі көп адамдар ойлайды ғой, көп адамдар ойлайды, келін болған қиын деп. Шындығында ене болған қиын. Бұл жап-жас қыз. Турасын айту керек та, өмірде білетінден білмейтіні көп болуы мүмкін. Жақсылығын асыру керек, кемшілігін жасыру керек, білмегенін үйрету керек, тәрбиелеу керек. Жас қыздан іздемейді, өзінен іздеуге адам бірінші. Сондықтан да ене деген жауапты қызмет, ұл болсын жеңше, жауапты қызметіңіз құтты болсын. Ұл болсын жеңшем, жақсы ене болады деп сенеміз ба? Қызметіңіз құтты болсын. Кеттік әрмен қарайық. Қашанда құрметті бола білген құдалар, тату болсаң құдаңмен, өртті болаң тең болар. Жақсы болса біл құдаң, ол да сенің құрдасың. Жақсы болса құдағи, болар сенің сырласың. Құдай қосқан құдаларға қос сәлем. Осы әулеттің Құдай қосқан құдалары
Асаба деген сөз, аузындағы сөзі ақшаға бағаланатын азаматтар дейді. Қалай жобасы келіп тұр ма? Енді құда деген сөз, құда. Қыз бен ұлды дайындайтын адам. Келіп тұр ма жобасы? Енді құдағи деген сөз бар, құдағи. Құдағи деген сөз, қыз бен ұлды дайындайтын арнайы ғылыми институт. Бір институттар егер құдағи болған болсаңыздар. Қазақта бажа деген сөз бар, бажа. Бажа деген сөздің мағынасы бас ауырғанды жазатын адам деп, көшенің әңгімесі ғой. Негізі бажа деген сөздің мағынасы бір үйдің аруларынан жанданған азаматтар екен. Қалай жобасы келіп тұр ма? Бажа деген сөздің тағы бір мағынасы бар. Бір үйдің аруларынан жәбір көрген азаматтар екен. Ой, бұрмай, жәбір көргендер ғой, дейм, шу ете қалды ғой. Қазақта жезде деген сөз бар. Бай жігіттің қызын алған жезделер, күйеу балалар келді ма? Ой, бұрмай, үні шықпайды ғой, біреуінің қаяқта жүр, саморын жақта жүр ма? Беркөге қол бір көтеретін кез келді ғой, көге. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған. Енді Беркөге жезде деген сөздің мағынасын айтайын, жақсылап тыңдап алыңыз. Жезде деген сөз жүрісі ебедейсіз, зиянсыз, делқұлы еркек болып солай аударылады. Әзілдеп жатыр ғой көге. Таяқ жаққа майтағда. Сонымен қатар, анда-санда бір келетін ауылына, бақыт тілер әрдайым бауырына, тойларыңыз құтты болсын деп айтамыз, ардақты әпкелердің қауымына деп, ортаға әпке жезделер қауымын шақырайын, қыздар күйеу балалар қауымы. Қыздарға қошемет көрсетіп қойыңыздар. Міне осы кісілер бір пакет болып келіп, 10 пакет болып қайтатын. Жақсылап көріп алыңыздар. Әрине әзіл ғой. Төркіндеріңізге тек қана тойға келіңіздер, жақсылыққа келіңіздер. Жігіттің 3 жұрты болатын. Бірі өз жұрты, екінші нағашы жұрты, кейін үйленсе қайын жұрты. Қазіргі заманда адам баласында 4-ші жұрт пайда болған, ол әрине әріптестер. Таңнан кешке дейін сол кісілердің қасында болғаннан кейін сол кісілерде бір жұртқа айналып кетті ғой. Енді арнайы ұсыныстар түсіп жатыр, уақыт тығыздығына байланысты әріптестер қауымын атап өтуге тура келіп тұр. Серікқалидің әріптестері асықпай-ақ қойыңыздар, асығыс жоқ. Рахмет. Кән орамал шешіңіздер. Сөйтіп, бісміллә деп бетін ашыңыз. Маңдайынан сүйіп қойыңыз, жүзі жарық болсын. Келін құтты болсын. Жақсы келіннің тілінде тоқтауы болады, қолында оқтауы болады дейді, оқтауын тапсырып қойыңыз. Енді Қалдыбек оқтау ұстауға өз еркіммен келдің бе, біреу қинап әкелді ма? Не дейді? Өз еркіммен келдім. Көрдіңдер ма? Қалдыбектің де үйленгісі келіп жүр. Рахмет. Балық аулаған орыстар ұқсап жарты сағат соңғы түскен шаршы өтілді. Рахмет. Енді құрметті көпшілік, қазірден заман талабына сай топтастырып атап өттік. Тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды дейді. Тәртіпке бағынып кішкене ықшамдап өткіздік деп ойлаймыз. Бұл тойлардың ең кішкентайы осы болсын. Бұл әулетте бұдан да үлкен тойлар болсын. Сол тойлардың куәсі болайық. Енді келіндеріңіз биыл бала келін, жылдар өте ана келін болсын. Жылдар өте осы әулетке сөзі өтетінде үлкен дана келін болсын дейміз. Тойларыңыз тойға ұлассын. Енді келінді оқтаумен үйге, қалғандарыңызды ортаға биге шақырамыз. Рахмет! Той құтты болсын.